Sağ olasın. Бүгін кім кезекші? Мен апай. Кім жоқ? Бүгінгі сабақта Арман және де Алло жоқ. Алып қалды ма? Алып қалып сұранды сосын. Ал олай болса, сабақты бастағанға дейін біз кішкене өзімізде психологиялық ахуал ретінде жақсы көңіл-күй алайық. Жасанды интеллектті қолдану барысында мен өзімді сурет ретінде сурет көрдім. Ал олай болса, тыңдаймыз. Болашақ маман иесі қол алысу. Яғни мұғалім қолына мұғалім екенін жазып қояды, ал оқушылар болашақта қандай маман иесі болатынын қолдарына жазып, қол алысу кезде екі мамандық бір-бірімен амандасады. Болашақта қандай маман иесі болулары келеді, соны жазамыз. Мысалы, менде мұғалім, амандасу қолда тұру керек. Ал олай болса, болашақ маман иелерінен қол алсақ. Диаметриялық прогрессия. Диаметриялық прогрессияның n-ші мүшесін, алғашқы n-ші мүшелердің қосындысын есептеу формулаларын сипаттамалық қасиетін білу және қолдану. Бүгінгі сабақта осыны біз білеміз және қолданамыз. Ал енді топқа бөлінеміз. Үш топқа бөлінеміз. Топқа бөлуді уақытты алмас үшін жасанды интеллекттің көмегімен бөле саламыз. Ал олай болса, жасанды интеллекттің бөліп қойған топ бойынша бөлінейік. Тез орнымызды алыстайық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бағалау ретінде біздің ұлттық құндылығымызды дәріптейтін сандығымызды алдық және ол жердегі оюлар бойынша біз өзімізді бағалаймыз. Ол жерде кәдімгі өзіміз стандарт көрсетілген, сол бойынша бағалау жүреді. Келесі бағалау шкаласы. Миға шабу әдісіне 2 балл, үй тапсырмаға 2 балл, топтық жұмысқа 2 балл, жұптық жұмысқа 2 балл, беттік тапсырмаларына 2 балл. Бізде үй тапсырмасын біз формулаларды сәйкестендіреміз. Ал олай болса, Learning Camps программасында әр топтан оқушы шығып, өздері бір-бір формулаларын алып, сәйкестендіреді. Кезекпен кезек достық ережесі бойынша бір-бірімізді сыйлап шығамыз. Бірінші топтан шығарып, Ақсәуле келе ғой. Жарайсыңдар, осылай белсенді болып отырамыз. Прогрессияның айырымы. Ал келесінен орташа алып, әркім өзін
бағалап отырады. Мынау сандығымыз бойынша әр шыққан сұраққа жауап беру арқылы балдарымызды қойып отырамыз. Дұрыс дұрыс еместігін тексерейік. Керемет, сен барлық тапсырманы дұрыс орындадың дейді. Жарайсыңдар. Олай болса, әр топ мүшелері өздерін бағалау сандығы арқылы бағалап қоямыз, балымызды қосып қоямыз. Біз еш осыны тексереміз. Бірінші есеп бойынша 197. Барлығыңызда бірдей шықты ма? Жарайсыңдар. Келесі екінші есеп бойынша 568. Ешкімде қате шыққан жоқ па? Жоқ, менде дұрыс. Үшінші есеп 973. Жарайсыңдар. Келесі төртінші есеп 1027. Ары қарай жалғастырамыз. Үй жұмысы бойынша да өзімізді бағалап қоямыз. Келесі матсауаттылық бойынша ойлантар әдісіне келдік. Матсауаттылық бойынша күнделікті есепке шығартқанымызда тура сол сияқты ойлантар әдісі бойынша есеп жалғастырамыз. Бізге екі есеп берілген. Бірінші, төмендегі бос көргөздерге көлдемеңде, тігімеңде қосындысы 21 болатындай етіп, 9 және 3 сандарын жазып шығу керек. Сонда жазылған сандардан басқа 9 санының қосындысы қанша болады? Бірінші есеп бойынша. Мына жерде жазыстырған 9-дарды қоспаймыз, басқа 9-дарды қосып қосындысын есептейміз. Ал кім шықсы келеді? Мен. Ғалияшым. Отыра қойып, жарайсыңдар. Келесі екінші есеп бойынша жол 3 баған берілген. Яғни осы кестедегі барлық баған мен қатар жолдарындағы 4, 3, 2 цифрларының әрқайсысы бір рет қана жазылса, А мен Б-ның қосындысы нешеге тең болатынын анықтаймыз. Тақтаға кім шығады келесі есепке? Кәні бәріңіз бірдей атсалсаңыз, аят шығамыз. Тақтаға шыққан оқушы және де есеп шығарып отырған оқушы бағалау бойынша өзін бағалап отырады. Жарайсың, отырамыз. Ал олай болса, келесі тапсырмамызға келеді. Келесі. Үш топқа да топтық жұмыс ретінде екі есептен беріледі. Ал олай болса сіздерде 3 минут уақыт бар, тездетіп есеп шығарыңыз. Орнымызда отырып орындаймыз, және де әр шығарған есептерімді бағалау бойынша бағалап қоямыз. Жұптық жұмыс Б берілген, Q берілген, М берілген, БН, СН кесте бойынша орындаймыз.
мен досша шағын. Тест орындаймыз. Әр топ берілген сұрақ бойынша жауап береміз. Unutmayınız. Olay bolsa бүгінгі сабақ аяқталды. Егер оқулықтан 623'te аламыз. Ретінде алдымызда тұрған асықтарды барлығын түсіндім. Енді түсініп келемін. Мүлдем түсінген жоқ. Яғни сабақ барысында есептерді толық түсініп барлығын шығара алдым деген оқушы өздерінің асықтарын осы қоржындарға барып салады. Сабырға бағындырайық өкпені, осы сәтте ең керегі оттегі.